жатады. Оның кінәлі адамдар, оны істеген, ұйымдастырған адамдар осында жүр. Олардың үстінен қылмыстық ашпайды. Почему-то мен үстімнен қылмыстық ашады. Соны қалай түсіндіруге болады? Сіз жер туралы түсінесіз. Қалай бөліп береді 43 участокты өндіріс кооперативі менің ешқандай рұқсатымсыз? Қай жылдары ол? 13 жылы. Ол по сроку давности ол өту қаралмау керек, бірақ қаралып жатыр. Әлі жабылған жоқ. Мені апта сайын шақырады, қорқытады. 10 жыл аласыз, 20 жыл аласыз, осындай деп. Бұл не масқара тірлік? Бізде вообще мынау президент аппарат жұмыс істей ме, әкімшілік жұмыс істей ме, істемей ме? Жоқ, әкімшілік өздері білсін деп отыр ма? Онда руға бөлініп, ауыл-ауылға, кооперативке бөліп, төбелесті бастайық, онда басмашылық басталсын. Я сейчас отвечу. Отчетыңызды айтып жіберіңіз. Саламатсыз, Серікбаева Гүлбаршын, Сайрам ауданы Теспеден болам. Менің айтайын дегенім, бүгінгі таңда халық жауы болып танылған Қали Сарманов ортамызда қарапайым халықпен бірге осыны көріп отырған, мен эфирде де осылай айталым негізі. Осыны көріп отырған, мысалы халық жауы болса, халықпен неге жүр Қали Сарманов дәл қазір таңда? Қателігі болған шығар, соны түзеткелі жүр. Неге соны оңды көзбен қарамайды, неге оңды көзбен шешпейді? Неге көшедегі бандитизм ол ауылға да барып, мына ауыл биі ауылда жиналыс өткізуге ешқандай мүмкіндік берген жоқ. Осындағы сотталып келген кісілер, осы елдің қарапайым халқы арасында өзім куәмін сол жиналыста болған. Қан төгіс керек пе, өлтіру керек пе, біз ол қолдан келеді деп тұр. Сонда қарапайым халықтың мұқтажын кім тыңдау керек? Ауыл биі мақұл, жиналыс жасауға сонда көрші ауылдан рұқсат сұрау шарт емес шығар. Қазір ортамызда Қали Сарманов мақұл. Жіберіп отырған қателігін туралағалы жүр ғой, халықтың қамын жеп осында. Ол кісі өзін ақтағалы жүрген жоқ. Ол кісі өзін басында жіберген қателігін қарапайым халыққа дәл қазіргі таңда бөліп берем жерді дейді. Неге оңды жағынан қарамасқа? Неге? Біз кімдерге барып қарапайым халықтың мұқтажын кім тыңдайды? Кім? Әкім, әкім мұнда тыңдайтын. Әкім іске асыратын. Сонда көшедегі сотталып келген адамдардың шашбауын көтеріп, соларды қолдау шарт емес қой? Одан кейін 5 минут айсай салайын. Бұрын Нұркөлде болды ғой жер. Сонда да біз пайдаланып кеттік. Сол кезде айтқан сендерге береміз деді. Жерде мониторинг болды, басқа болды, неғып болды. Енді бөлініп жатқан мына мәселе болды да. Сөйтсе де тағы да жүрдік, кеше Қайнарасқа қайтып кетті жердің барлығы. Сөйтті ол кісілерге бардым. Мына осында қайтты. Енді біздің адамдар не кіргізіп бер бөлейік деді. Сен қолсында құжат әкпел, мүшелікте жоқсың деді. Мүшелікте болғанбыз, мен деп құжат әкпел, мұның туалетін бумага деді да. Лақтыр жіберіп, өздері біз аламыз деп отыр. Сөйттім де мен айттым, сендер жерді қайтып пайдаланбақсыңдар дедім. Аламызда Құдай берген деген ағамыз бар бізде, бидай егеді, соған дивидендке береміз дейді. Сөйтті, сіздің жағдайларыңыз жоқ қой десем, Қали Сармановты біз сотқа береміз, 3 миллиард өшеріп береміз, комбайн техника тракторларын бәрін сатады да, құтылады деді. Оның бәрі не деп қой? Банкте аресте ғой, кредит тұрған нәрсе ғой деп, болмайтын нәрсе айтып тұр. Сол кеше сотқа барды 25 адам, 100 мың теңге расход жасадық. Енді қанша рет барамыз сотқа? Ертең бір жылдан 10 рет басақ 1 миллион неме болады. Мысалға 50-60 мыңға газель жалдадық, спринтер. Тамақ жедік әбетімізді. Соның бар 100 мыңнан асып отыр да. Егер 10 рет сотқа баратын болсақ 1 миллион. Мына қарапайым халықтың өзі қиналып отыр. Осын ертарақ дауласа бермей, осын шешу керек болып отыр. Кеше ғана айттым ғой, қандай тас бірнеңе деді, қандай кооператив еді? Ықылас темір дегенді. Шешіп берді ғой, әкімдер шешіп берді ғой соны. Бір пәсе. Соны неге сіздерді шешіп бермейсіздер, атсалыс. Түсінікті. Мен түсіндіріп өтейін. Жаңағы не бойынша 13 жылы Райстатқа біреулер отчет беріпті. 30 центнер бидай алдық, 28 центнер арпа алдық, 15 центнерден мақсар алдық деп. Пәленбай гектарға деген. О жерде менің қолымда, менің работниктерімнің, менде істейтін жұмысшылар, бухгалтерияның ешқандай қолы жоқ. Соны бұлар есептеп келгенде 3,5 миллиард ақша қайда кетті деп, жаңағы
3,5 миллиард ақша болды ма болмады ма 13 жылы Райстаттың документі менен менің үстімнен қылмыстық іс ашады. Райстаттың құжаты менің қолымсыз жүрмейді. Иә. Оны білесіздер. Райстаттың құжаттары сотқа куә болып табылмайды. Соған қарамаса менің үстімнен қылмыстық іс ашып әлі жаппай жүр. Сіз айтасыздар, ол құқық қорғау органдары шешеді деп. Әңгіме бұл жерде шатаққа ілесіп тұр. Әңгіме преследование предприниматель болып тұр. Кәсіпкердің соңынан түсіп, бұл мен айтар едім, мен үлкен хозяйство аштым. Нұркөл жеке шаруашылық серіктестігін бүкіл республикада алғашқы орындардың бірін алды. 43 центнерге дейін өнім алдық. Жаңадан техника алдық. Бұл біріншіден рейдерство, екіншіден саботаж. Мынау жаңа президентіміздің, жаңа Қазақстанға деген президентімізге деген қарсылық бұл. Оны да есептеп қойыңыздар. Ассалаумағалейкум. Жұмыс істемейтін да микрофон екен. Ассалаумағалейкум. Иә, кешіресіз. Сайрам ауданында Нұркөл жауапкершілігі шектеулі серіктестігі деген қожалық бар. Жылдан жылға 20 жылдан бері мынау 2012-ден бастап Нұркөл бере бастады, дивиденд берген, 400 адамына берген. Сайрам ауданында Қайнарбұлақ ауыл әкімшілігі тізімдер береді, жағдай қиын адамдарға соцпакеттер таратып жүрген. Оның бәрін білесіздер. 2019 жылы мен, например, ролигіміз бар. Не деген техника? 500 миллион теңгеге техника сатып алынған. Жылда субсидированный кредитқа әлініп, солған егіс егеді. Содан дивиденд таратқан. Әкемізді, Сарман Қалиді отырған кезде, ұстап алған кезде де таратылды дивиденд. Таратылға жоқ деп айтпасын ешкім. Одан басқа сізге айтарым, 2012 жылы аукционнан жер Нұркөлге өтіп кетті дейді. Например, оған Нұркөл сақтап қалу үшін қалды Қайнар астық кооперативінің жерлерін. Ол басқа кооперативтердің бәрі бөлініп кеткен, жоқ болып кеткен. Бұл кооператив тұрды. Сол жер бір адамның қолында тұрды да, бәрі 400 адамға дивиденд таратылып тұрды. Оны учитывать етіңіз. Бір 2 тонна жылда алып тұратын бидай адам арыз жазып жүгіріп жүр. Мақұл, ол дивиденд жылда 20-30 миллионға таратылады. Одан бөлек, оны, например, 43 миллионға аукционнан сатып алды Нұркөл компаниясы. Одан басқа 61 миллионды протокол бар, бәрін протокол бар. Осындай Қайнар астық мүшелерінің бәрін жинап, Нұркөл аукционға қатысып сатып алатын туралы. Сол протоколды Сайрам ауданының соты қабылдамады да, и сонымен 61 миллионды Сарманов Қалиға қайтарғызды. Сон, например, сол жерге санап отырыңыз, 43 миллион 2012 жылмен, ол кезде 135 педі, 150 меді курс доллары. 300 мың доллар төленді. 61 миллион осы 2020 жылы 150 мың доллар төленді. Одан басқа тағы басына іліп жатыр. Сонда ол жер не миллиард тұру деген. Қазір айтады, 43 миллионға 5000 гектар жер болмау керек еді аукционда деп. Ол кездегі 43 миллион басқа, қазіргі 43 миллион басқа. Қазір түк тұрмайтын ақша болса, ол кезде 300 мың доллар. Қазіргі 300 мың доллар миллиард 200 мың. Ол не масқара, ол өтірік сондай әңгімені айтып, сатылып кеткен, бейтіп кеткен деп. Ол сатылып кеткен болса да Нұркөлге, Нұркөл өз обязательствосын жасап отырды, Қайнар астыққа таратып. Ал қазір Көкебаевты төрағалықтан алып тастадық, сонда да қарамастан сол ЭЦП-сынан заңды күшіне енген кезде де ЭЦП-сынан Сайрамбаевты сайлайды. Сайрамбаевты да не сотқа береді, соттың арызын қабылдайды, ол заңсыз болса да. Әрі қарай да Сайрам ауданының әкімшілігінен адам келеді, мынау кісі келеді, сосын Сайрам ауданының әкімінің атынан сөйлейтін доверенностьпен адам келеді. Болды, Нұркөлден алып қоя беріңіздер деп, Қайнар астыққа қайтару амалын жасайды жердің. Кімге қайтып жатыр? Ол тізімді өздері бәрі біледі, әкімшілік те біледі, прокуратура да біледі, Сайрам сот та біледі, тізімді азайтып тастағанын. 757 адамнан 150 ма адам максимум қалған бәрін өзінің туысқандарын қосып тастаған. Сол адамдар
сол адамдарға жерді қайтарып беріп, ол жақта түсінікті